Тапар кентінде жалпы 3 балабақша бар. Оның біреуі тек осы Ақерке бөбекжайы ғана қазақ тілінде, мемлекеттік тілде оқытып тәрбие беретін балабақша. Біздің балабақшамыз 2008 жылы осы Тапар кентінде ашылды. 5 топ бар, 5 топта 125 бала оқып тәрбиеленуде. Басқа ұлт өкілдерінің балалары да тәрбиеленуде. Осы 2008 жылдан бастап ашылғаннан бері бізде орыс балалары, белорус, украин, неміс, барлық ұлт өкілдерінің балалары осы балабақшада тәрбиеленуде. Бүгінгі күнде біздің бөбекжайымызда 34 басқа ұлт өкілдерінің балалары бар. Хотели, чтобы ребенок сразу с ранних лет начал изучать казахский язык, проникаться казахской культурой. И второго ребенка мы уже не задумываясь привели сюда же, потому что нам нравится этот садик, нам нравится отношение воспитателей к детям. И мы поддерживаем. У меня муж тоже немножко знает казахский язык, он старается с детьми тоже общаться на казахском. Мен Соня. Мен алтын бес бабаша ұнайды. Менің атым Алина, жашым 5-те. Бабаша ұнайды. Мен атым Бибелепін. Менің атым Варвара. Мен 4 жастамын. Выбрали мы этот садик не случайно. Это 3-й ребенок у нас. Все 3 ходили, и этот ходит. Ну и, конечно, азы будут не лишними, когда пойдет в начальную школу. Естественно, нужно знать языки. Чем больше, тем лучше. Бізде мысалы бөбекжайға жаңа басқа ұлт өкілдерінің ата-аналары бірінші балаларын әкелгеннен кейінгі жылдары олар өздерінің 2-ші, 3-ші балаларында осы балабақшаға жаңағы қазақ тілін үйренсін деген мақсатпен, қызығушылықпен әлі де әкелуде. Осы балабақша ашылғаннан 14 жылда істеп жатырмыз. Ортаңғы топ Ақбота тобы. Балаларымыз топта 28 бала бар, 11 бала басқа ұлттың балалары бар. Оның ішінде орыстар да бар, украин да бар, татар да бар, белорус та бар. Балаларымыз өте жақсы, тәрбиелі, өз балаларымызды жақсы көреміз. Балабақшаға келген балаларымыз 1 айда, 2 айда басқа ұлттың балалары біздің балаларымен тез тіл табысады, тез ойнап кетеді, өзімізге де бізді жақсы тыңдайды. Анашым, анам, ыстысың, маған тәрбие бердің, көп болсаң, қолласа, анашым, ғұмырым, панашым.